бүгін 5-ші сабақты өтеміз. 5-ші сабақтыда мен сіздерге алдындағы өткен сабақ сияқты 2-ге или 3-ге бөліп өтемін. Өйткені бізде қазір сөздер қандай? Көп болып барады. Басында бізде 5-6 сөз, 6-7 сөзден болса, қазір қандай? 16 сөз, 15 сөзден, енді кейінірек мысалы 20-30 сөзден болады. Сол кездерде бір сабақты қайтеміз 2-ге, 3-ге или мүмкін 4-5-ке де бөлініп кетуі мүмкін. Сондықтан сіздер бірінен кейін бірін рет санын мен өзім қойып отырамын, сол бойынша оқып отырасыздар. Мақұл ма? Мен енді қазір сіздерге 5-ші сабақты өтемін. 5-ші сабақта да 16 сөз бар екен. Біз бұл сабақтың сөздерін 2 сабаққа бөліп беремін. Бірінші сабақтың 5-ші сабақтың тақырыбы 这是王老师 дейді. Бұл Ван мұғалім. 这是王老师. 这是王老师. бұл Ван мұғалім. бұл Ван мұғалім. 这是王老师. Бұны енді қазір біраздан кейін түсінетін боламыз. Бірінші сөзі ж дейді. Ж дегеніміз бұл. Бұл осы мынау деген сияқты сөз ғой. Ж. Ж. 点横撇捺点横这撇撇 点横撇捺点横撇捺点дедік алдына кішкене ден саламыз артынан кейін алды жазылады бізде ден хың ж пе ж пе на ж бұл осы деген мағынаны білдіреді. Ш бұл бір жағы жалғау болып кетеді, бір жағы қазақ тілінде деген мағынаны. Сол, осы деген сияқты сөз. Ш. Осы ма? Дейміз ғой. Ш болса, бұл осы болып табылады. Ш. Басы ж күн деген сөз. Хың. Шу. Хың кішкентай. Пе. На. Ж мынау осы. Келесі сөзіміз. Лау ши мұғалім. Лау ши міндегі жазылған. Лау ши. Лау деген сөзі жалғыз әдетте көне ескі деген мағынаны білдіреді. Лау. Лау дегеніміз үсті ту өзі бөлек, хың. Ту деген сөзіне өзі жалғыз жер, земля деген мағынаны білдіреді. Шу әңгу. Пе кішкентай. Ортасына үлкен пе. Ши. Шу. Пе. Хың. Шу. Хың жы гоу. Шу. Лау ши бұл мұғалім деген сөз. Біз енді сен деген сөзді оқыдық. Сен деген сөз не? Ал енді біз қазақ тілінде сен деген анайы түрі де сіз деп айтсақ қайтеді сыпайы түрі. Ол бір кішкене құрмет мағынасында. Біз өзімізден үлкен адамдарды сен деп айтпаймыз ғой. Үлкен аталар, әжелер, өзімізден үлкен жасы үлкен ағалар, апайларды қайтеміз сіз деп айтамыз. Сондықтан Қытай тілінде де бұл не деген сен дегенді білдірсе, осы недің астына жүрек деген сөз жазылады. Бұл нин болып кетеді. Нин. Мынау не, мынау нин. Сіз. Нин. Сіз. Не деген сөздің астына жүрек деген шин сөзін жазамыз. Сонда нин болады. Сіз. Бірінші неді жазамыз. Сен деген,
Оның астында тікей тен кішкене. Оқу. Тен. Нин. Сіз. Келесі. Өтінем дейміз. Өтініш. Өтінем кіріңіз. Өтінем отырыңыз. Өтінем шай ішіңіз. Соны біз Қытай тілінде чин дейміз. Чин. Былайша орыс тілінде пожалуйста дейміз ғой. Өтінем кіріңіз. Чин. Құрмет мағынасындағы сөз. Ден, хаңжы ти, хаң. Ортасында хаңы кішірек болады. Шоу. Астында хаң. Астында, оның астында қандай сөз? Ай деген сөз. Чин. Өтінем. Өтініш. Келесі. Чин. Кіру. Чин. Кіріңіз. Чин. Кіру. Чин. Хаң. Екі хаң. Пе. Шу. Ден. Хаң жы пе. Мысалы, чин. Өтінем кіріңіз. Немесе, өтінем деген қоспай, кіріңіз. Чин деген сөз кіру мағанасы болса, чин болса, кіріңіз. Құрмет мағанасын. Енді арғарай бір екі сөз қалды. Тақтаны өшірейін. Үстіңгі сөздерді. Келесі сөзіміз. Отыру. Отыру. Педен. Екеу жазамыз. Педен. Астында кішірек хың. Шу. Астында үлкен хың. Мысалы, жәнегеде біз айттық қой, чин. Өтінем кіріңіз. Чин болса, отырыңыз, немесе өтінем отырыңыз. Чин отыру деген мағынаны білдіреді. Келесі сөзіміз ха. Ха дегеніміз ішу. Алдында коу, ол міндетті түрде өйткені ауыз. Үстінде жы, пе, хаң, жы, коу, пе, шу, жы. Бұл кішкене сәл күрделірек сөз. Әдемілеп отырып қарайғы. Бірінші коуды жазамыз. Үстінде күн деген жы. Мен жерде кішкентай пені жазамыз. Осы күннің шетінен. Пе. Хаң, жы, коу. Кішкене үлкенірек қып жазамыз. Пе кішкентай ортасында не жерінен. Пена. Енді қараймыз. Жерде кішкене үлкенірек қып жазайын. Сіздерге түсінікті болшы. Жерден пе, хаң, жы, коу, пена. Енді міне жердегі педен шу, жыны түсіреміз. Бұл ха, шу. Біз алдыңғы бір сағаттарда оқыдық қой. Су деген сөз. Алғашқы сауат кезінде су. Шуэй. Су деген сөз. Ха, шуэй болса, су, шу. Шуэй. Шуэй. Ха, шуэй. Ха, шуэй болса, су, шу. Немесе, чин, ха, шуэй болса, өтінем су ішіңіз. Және чин деген сөз қоссақ. Чин, ха, шуэй. Чин, ха, шуэй. Өтінем су ішіңіз. Кішігірім енді мысалдарды келтіріп кетіп атырым. Сөздерге сіздерге кішкене түсінікті болу үшін. Чин, ха, шуэй. Ха, ішу деген сөз. Енді осы 8 сөзді біз оқып шығайық. Жы. Бұл осы. Жы. Шы. Жалғау немесе я деген мағынаны білдіреді. Шы. Лаушы
老师 мұғалім 老师 нин сіз 您 请 өтінем 进 кіру 进 坐 отыру 坐 ішу 这 老师 您 请 进 坐 这老师 您 请 进 坐 бұл 5-ші сабақтың бастапқы 8 сөзі. Тақтадағы жазылған жазылу тәсілімен жазып, сөздерді есте сақтап алуларыңызға сәттілік тілеймін. Қалған 8 сөзін келесі сағатта жалғастыратын боламыз. Сау болыңыздар. Қытай тілінде қарай айттық. 再见